2017 жылы 100 есімге өз басым ғылым бағыты бойынша өттім. Нақтырақ айтатын болсақ, 2 кітаппен десе де болатын шығар, және оның айналасындағы дүниелермен қосқанда. Бірінші кітап жаңағы ағылшынша үйренейік деп аталады. Анкарада bizim бюро баспасынан шыққан болатын. 3 бөлімнен тұрады. Біріншісі ағылшын грамматикасы қазақ тілінде түсіндірілген. Екіншісі қазақ ертегілері ағылшын тіліне аударылған. Үшіншісі американдық ағылшын тілінің сөздігі берілген. Енді екіншісі, және өзіңізді айтып өттіңіз, ақын әнші Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Серпер сыйлығының иегері туған ағам Ержан Жұмабекұлының 2012 жылы Мәдениет министрлігінің қолдауымен шексіздік шұғыласы атты кітап шыққан болатын. Соны түрік тіліне аудардым. Ол кітап түрік ағайындардың қолдауымен Стамбул қаласында Сонсuzluk шүлесі деген атаумен жарыққа шықты. Жалпы аудармада киіз үй, қамшы сияқты реалия сөздермен аллегория, метафора іспетті троптарға өте мұқият болған жөн. Ертегілер не үшін аудардым? Халқымыздың таным түсінігін, ұлттық колоритін бұзбай, әлемге таныту, ұлттық құндылықтарымызды насихаттау. Енді бұл жерде тағы бір айтатын нәрсе, 2020 жылы түрік ағайындардың жүргізген мониторинг нәтижесіне сәйкес докторлық диссертациям үздік деп танылып, түрік ағайындардың өз қаражаты бойынша монографиям жарық көрді.